Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздердің назарларыңызға жоңғар басқыншылығына қарсы күрестегі қазақ батырлары атты музейлік сабағымызды ұсынамыз. Қазақ халқының жоңғар мемлекеті соғысы 2 ғасырға созылады. 18 ғасырдың басында қазақ елі жоңғар шапқыншылығынан көп зардап шегеді. Солардың бірі Ақтабан шұбырынды Алакөл сұлама деген атпен тарихқа қалған ел басына ауыр кезең еді. Жоңғар шапқыншылық салдарынан қазақтардың басынан түскен аса ауыр жағдай олардың қалайда күш біріктіруге мәжбүр етті. Басқыншылардың қарсы қарсылықты ұйымдастыруда қазақ әртүрлі рулар мен тайпалар және жүздерінен шыққан Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шапырашты, Наурызбай, Райымбек, Жасыбай, Есет, Малайсары, Баян, Олжабай тағы басқа көптеген қазақ батырлары маңызды рөл атқарады. Және де батырларымыз жайлы батырлар жырында айтылғандай қазақтың биік рухы, ерлік пен бейнесі айқын көрінеді. Сондай ерекше жырлары бірі Жидебай батыр. Атаңызға айналып, Сарыарқада жер қайда, Жидебайда ер қайда деген сөзді қалдырған. Бұл сөзді Григорий Потанин ел аузынан жазып алыпты. Жидебай Қожаназарұлы Арғын тайпасының Қаракесек руынан шыққан әруақты батыр. Әбжіл шешен қазақ жерін жоңғар шапқыншылығынан азат етуде теңге жоқ қолбасшы. Ол 1713 жылы туылған. Жастайынан анасының айырылып жетімдікпен өгей шешесінің тәрбиесінде болған. Өзінің өмір сүру кезінде ол батырлығымен қатар көріпкел, ақын, жұлдызшыда болған. Батырдың жұлдызшылдығы мен көріпкелдігін жорыққа шығарда қойдың тіс тимеген жауырына қарап, кейде от жағып, күліне қарапты жорықтың қандай нәтижемен бітетінін айтып отырғанын аңғаруға болады. Батырға батырлық дос атасымен қатар көріпкелдік Қабанбай батырдың алған батасы мен 4 алжымайын бірі негізінде дарыған. 4 алмажайының бірі ол Қызыл түлкі. Батыр Бөгенбай Қабанбай батырлармен бірге Абылай сарбаздармен басқарған. Ол жоңғарлармен болған шайқастарда ерлік көрсетті. Жекпе-жек ұрыстарда өзінің айласын асырған. Асқан қара күшімен, жүрек жарды батырлығымен танылған. Жидебай батыр Сарыарқада Ақсу Аюлы тауының солтүстік батысында, кейін Жидебай әулие аттанып кеткен. Шет ауданының орталығында 15 шақырым қашықтықта Тұмсық деген ауыл тұсында қайтыс болған. Ұрпақтары үй салып, бейіт жаңалап, шырақшы қойған. Қорыта келе батыр туған жерін азат етуде ерлік көрсеткен. Сөзімен елді аузына қаратқан, ісімен халқын ұйытқан. Заманның ірі көрнекті тұлғасы. Қаз дауысты Қазбек бидің замана өтпес болсайшы, Жидекені өлмес болсайшы дейтін. Халқымыздың Сарыарқада жер қайда, Жидебайда ер қайда дейтінді сондықтан. Қазақтың айбынында жеңімпаз батыры әрі шешен биі Сеңкібай Розғалұлы еді. Ол 1709 жылы қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының жерінде туып, 1786 жылы Шет аудан жерінде қайтыс болған. Руы Қаракесек, Қарашор атасы Қожас батыр болған. Сеңкібай Бөгенбай батыр жасақ құрамында 1725-1729 жылдары Алакөл, Шұбартеңіз, Бұланты, Білеуті, Аңырқай шайқастарында ерлігімен көзге түскен. Жоңғардың Ноян Көрен батырын жекпе-жекке жеңген. Сеңкібайды Абылай хан аққиық сұңқарым деп бағалаған. Ел арасында барымта, жер-су, жесір дауын әділдікпен шешкен үшін халық оны биат атаған. Ұрпақтары 1993 жылы тамыз айында Сеңкібай ас беріп
қабірінің басына ескерткіш орнатқан. Сеңкібай 18 ғасырдың 20 жылдарының екінші жартысынан бастап Қанжығалы қарт Бөгенбайдың қасына ілесіп, Алакөл, Бұланты, Аңырақай шайқастарына қатысқаны белгілі батырлардың бірі. Сеңкібай Жоңғар батыры Ноян Көргенге қарсы жекпе-жекке шығып, жеңіске жеткені аңыз деректерде мәлім. Аңыз бойынша аққиық қыран көріпкелі бар батыр ұлт тәуелсіздік үшін аянбай күрескен, Абылай ханның сенімді қолбасшыларының бірі болған адам. Айсыз түнде нөсерлі жаңбырда қалың қамыс арасынан адаспай жол тауып, Абылай хан ордасын қоршаған жаудың торынан талай рет аман-есен алып шыққан. Жұртшылық Сеңкібайды киелі батыр деп әулие тұтқан. Той жиындарда ат шабыс, күрес, көкпар тартыста Сеңкібайлап әруақ шақырады. Ертеде қариялар бата жасағанда, әуел ала ондасын, қызыр болсын жолдасын. Беріштері жар болып, Алаш бабан қолдасын. Қара шорда Сеңкібай, Әлтекеде Жидебай, Сарымдағы Шабанбай, Тобықтыда Қараменде. Көтерсін бабалар бағын аумен деген екен. Деріпсалы батыр Айдаболұлы Абылай заманында қазақ батырларының бірі. Талай тарихи тұлғаларды тудырған Нұраның киелі топырағы, ғасырлар қойнынан маңып бара жатқан ұлы оқиғалардың да куәсі. Қазақ елінің іргелі мемлекет болып қалыптасуда Абылай ханның алар орны қаншалықты ерек болса, қол бастаған батырларында орны соншалық бөлек болғанды аян. Абылай ханның ту ұстаған үзеңгілес батырлары Әлтекеде Жидебай, Кернейде Жарылғап, Қарашорда Сеңкібай сынды біртуар тұлғалармен замандас болған батырлардың бірі Деріпсалы. Туған жерді жаудан қорғау жолындағы жорықтардың бәріне қатысқан Деріпсалы Айдаболұлы шамамен 1707-1794 жылдары өмір сүрген. Нұра өзенінің бойында жайлаған Дебекем бабамыз қыста Қосмұрын тауында қыстап, жазда Нұра бойын бойлап көшіп, Талды, Кежек, Аршалы, Сары Тоғанбай, Ақшытауды жайлаған. Батыр бабамыздың мәңгілік дамылдаған жері қазіргі Красная Поляна ауылдық округіндегі Деріпсалы елді мекені. Шет ауданның тұрғыны 1888 жылы туып, ғасырға жуық өмір сүрген Жәмпейісұлы Сүйіндік өз сөзінде Деріпсалы жау жүрек батыр. Үнемі жекпе-жекке шығып отырған. Бір жекпе-жекте найзасынып, қарусыз қалғанда шауып келе жатып, ат үстіне теректі ырғап жұлып, жауын ұрып құлатқан. Жарты ғасырдан аттан түспей қалмекпен айқасқан нағыз көкжал еді деп айта келе, мына өлең жолдарын арнайды. Қос мұрыннан қою бұлттар көшеді, куә болған сол қырынға кешегі, ат үстінен жұлып қайың теректі, қалың жауға қарсы шапқан деседі. Ортасында болсаңдағы азаптың, өзің жайлы аз жазылды азақтым, кешір баба, нағыз олың кеш таңыр, қашандағы әдеті ғой қазақтың деген жыр жолдары әр қазақ баласына ой салуы тиіс. Батыр бабаларымыз қазақ тарихында жоңғар шапқыншылығынан елі мен жерін қорғауда, халқының тәуелсіздігін сақтау аянбай күрескен. Есімдері алтын әріппен жазылған ұлы тұлғалар. Сондықтан да өткенімізді қастерлеу арқылы болашағымызды баянды ете білейік.